Сәлем достар, бүгін сіздерге relative clauses тақырыбын түсіндіретін болам. Осы тақырыптың ішіндегі non-defining relative clauses бөлімі болады, достар. Non-defining relative clauses деген сөз бұл қыстырма сөздер деген сөз, немесе қыстырма сөз тіркестері деп те айтсақ болады. Non-defining relative clauses'тың негізгі идеясын сіздерге қазір түсіндіріп беретін болам. Кеттік. Жалпы relative clauses тақырыбы бұл нені білдіреді? Бұл сөйлемнің ішіне қосымша бір ақпарат беруші, бағыныңқы бір сөйлемді жасаушы, сондай бір сөз тіркестері болып табылады. Және бұл relative clauses сөйлемге қосымша бір идея береді, қосымша бір мағына қатады, қосымша бір ақпарат беруші ғана бөлім болып табылады. Негізгі идеяны беруші емес. Енді осы relative clauses'тар екі түрлі бөлімнен тұрады. Defining clauses және non-defining clauses болып бөлінеді. Соның ішіндегі defining clauses деген бөліміміз бұл сөйлемнің ішіне қосылу арқылы бұл сөйлемге қосымша бір мағына қатады. Біріншіден, екіншіден сөйлемнің бұл мағынасын қатқан кезде бұны сөйлемнің ішінен алып тастасаңыз, сөйлемнің негізгі идеясы өзгеріске ұшырайды. Ал non-defining clauses'та сөйлемнің негізгі идеясы өзгеріске ұшырамайды екен. Сол себепті non-defining clauses бұл екі шетінен үтірменен белгіленіп жасалынатын болса, defining clauses екі шетінен үтірмен белгіленбейді екен, достар. Осыны ескеруіміз керек. Айырмашылығы осы жерде. Қараңызшы, мысалы, defining clauses'тың бірінші сөйлеміне назар аударыңыз. The woman who visited me in the hospital was very kind. Бұл, кстати, relative clauses'тардың негізгі ерекшелігі, бұлар relative pronoun арқылы сөйлем басталады екен. Мысалы, міндетті түрде who, немесе that, which, whose деген бөлімдерден, яғни сондай бір есімдіктерден басталынатын сөйлемнің барлығы relative clause болады, яғни қосымша бір мағына қату үшін. Бірақ мына сөйлемнің ішінде, мысалы, the woman who visited me in the hospital was very kind. Женщина, которая посетила меня в госпитале, была очень хорошая, дейді, орысша аудармасы. Яғни, которая посетила меня в госпитале, мені ауруханада жатқан кезде зиярат еткен әйел деп көрсетіп жатыр. Ал егер де осы who'дан басталатын бөлімді сөйлемнің ішінен алып тастасаңыз, the woman was very kind. Ол әйел өте жақсы болды деген сөйлем болып бітіп қалады. Нақты қай әйел екендігі белгісіз. Сол себепті біз defining clauses'ты сөйлемнің ішінен алып тастай алмайды екенбіз. Сөйлемнің мағынасы өзгеріске ұшырап кетеді. Сол себепті бұл defining clauses'тарды сөйлемнің ішінен алмаймыз, және бұл үлкен мағына қатып тұрғандықтан бұны үтірменен белгілемейді екенбіз. Ал non-defining clauses'тағы сөйлемнің ерекшелігіне қараңыз. The farmer whose name was Fred sold us 10 pounds of potatoes. Фермер, которого звали Фред, продал нам 10 фунтов картошки, дейді. Фермер продал нам 10 фунтов картошки десеңізде, сөйлем қатты өзгеріске ұшырамайды. Фермер, которого звали Фред десеңізде, өзгеріске ұшырамайды. Бұл тек қана которого звали Фред деген бөлімі сөйлемге қосымша бір мағына қатушы ғана. Және бұл сөйлемнің ішінен алынып тастағанда да өзгеріс көп болмайтындықтан біз non-defining clauses деп белгілейміз. Және бұл қыстырма сөз ретінде екі үтірменен екі жағынан бөлінеді екен. Келесі сөйлемге назар аударайық. The umbrella that I bought last week is already broken. Егер де мынау that I bought last week деген сөзді сөйлемнің ішінен алып тастасақ, мына сөз тіркесін, қолшатыр уже сынып қалды дейді. Қай қолшатыр біз білмейміз де қай қолшатыр екендігін. Нақты қай қолшатыр екендігін біз көрсетіп жатырмыз. Өткен аптада сатып алған қолшатыр деген сөз. Яғни сол себепті біз бұл жерде defining clauses'ты көріп тұрмыз. Ол өтірменен белгіленбейді екен. Мысалы, мына жерге назар аударсаңыз, elephants, which are the largest land mammals, live in herds of 10 or more adults. Пілдер дейді, бұлар дейді, жер бетіндегі ең үлкен сүтқоректілер болып дейді, яғни сүтқоректілер деп айтып жатыр. Сондай жаңағы не дейді ғой, стая дейді ме, қалай айтады, бір топ дейді ме, 10 немесе одан да көп ересек пілдер орналасқан топтарменен өмір сүреді дейді. Яғни бұл жердегі which are the largest mammals деген тек қана экстра информация беруші, экстра ақпарат беруші бөлім болғандықтан бұны біз қыстырма сөз тіркесі ретінде өтірменен белгілеп қойдық екі жағын. Енді қарайықшы, жалпы non-defining relative clauses дейді. Бұл дейді, tell us more about someone or something, but the information in these clauses does not help us to define what we are talking about. Не туралы айтып жатқанымызды нақтылап көрсетуші тіркес емес дейді, non-defining relative clauses. Мысалы қараңызшы, gorillas, which are large and originate in Africa, can sometimes be found in zoos.
гориллалар дейді, кей жағдайларда зоопарктерде табылады дейді. Бірақ біз мына жерде гориллалар олар үлкен және олар Африкадан шыққан, кей жағдайда зоопарктерде табылады десек, бұл жердегі мынау үлкен және Африкадан шыққан деген бөлімі қатты үлкен маңызға ие болмайтын бөлім болғандықтан бұлар non-defining clause болып шыға келеді екен. Яғни негізгі идеяны беруші бұл емес, негізгі идеяны беруші олардың зоопарктың ішінде табылуы осы идея болып тұр. Сол себепті мынау сөз тіркесі тек қана қосымша бір ақпарат қана болып шыға келді. Кеттік. Non-defining relative clauses бұлар қалай жасалынады? Бұлар міндетті түрде relative pronoun арқылы сөйлемнің ішінде басталу керек. Ол relative pronoun деген жаңағыдай осы тіркестердің басталатын есімдіктері болу керек. Міндетті түрде who, which, where, whose деген сөздерден басталып жасалынады. Осындай сөздерді көрсеңіз, сөз тіркестерінің міндетті түрде бұлар relative clause болып шыға келеді. Және осы pronounнан кейін міндетті түрде етістік келу керек. Етістіктерден кейін қосымша элементтерде қосылады екен сөйлемге. Мысал қараңызшы, John's mother, who lives in Scotland, has 6 grandchildren. Джонның мамасы, ол Шотландияда тұрады, оның 6 немересі бар дейді. Яғни who lives in Scotland деген бөлім бұл тек қана қосымша ақпарат беруші бөлім болып шығады екен, достар. Мысалы, my friend John, who went to the same school as me, has just written a best-selling novel. Менің досым Джон, екеуміз мектепке бірге барғанбыз, өте жақсы сатылатын новелла жазып шықты дейді. Көрдіңіз бе? Who went to the same school as me, бұл бізде non-defining relative clause болып шыға келді. Енді бұл non-defining relative clauses'тың есімдіктеріне назар аударатын болсақ, who деген есімдік бұл тек қана адамдарға қолданылады, which заттарға ғана қолданылады, whose деген сөз кімге бір заттың тиесілі екендігін көрсетеді, яғни что-то принадлежит кому-то деген сөз. Yesterday I met my new boss who was very nice. Кеше мен жаңа босымды кездестірдім, бастығымды, ол өте жақсы болды дейді. Яғни өте тартымды адам екен дейді. Яғни бұл жерде босқа біз қосымша ақпарат қана беріп жатырмыз, сипаттап жатырмыз. Сол себепті өтірменен белгіледік. The house which is very big is also very cold. Ол үй дейді, сондай үлкен үй. Оған қосымша өте суық екен дейді. My next door neighbor, whose children go to school with ours, has just bought a new car. Менің көршім, жанымда тұратын көршім дейді, оның балалары біздің балаларменен бірге барады дейді. Жақында ғана жаңа көлік сатып алды дейді. Осылайша біз мындай whose, немесе which, who деген сөздерменен relative pronounдар жасайды екенбіз. Адамдарға тиісті болатын болса who, немесе whom, whose болып осы пронаундар қолданылады. Заттарға which деп қолданамыз, жерге болатын болса where деп қолданады екенбіз. Кеттік. Differences with defining relative clauses. Яғни бұл defining мен non-definingнің айырмашылығы мынада, достар. Defining relative clauses'та who немесе whom, which деген сөздер that деген сөзбенен алмасалады екен. Ал non-definingда сіз ондай that деген сөзбенен who, which, whomдарды ауыстыра алмайды екенсіз. Осы айырмашылық бар. You also cannot leave out the relative pronoun in non-defining relative clauses in the way you sometimes can in defining relative clauses. Мынау defining relative clauses'та сіз кей жағдайларда who немесе which деген тіркес жаңағы есімдіктерді сөйлемнің ішінен алып тастасаңыз, мағынасы аса қатты өзгеріске ұшырамайды. Ал бірақ non-defining relative clauses'та үйтіп алып тастауға рұқсат берілмейді екен, достар. The pronoun is required even when it's the object of the verb in the relative clause. Бұл жерде дейді, біз мынау есімдіктерді міндетті түрде қолдануымыз керек. Жаңа defining relative clauses'та егерде есімдіктер, біздің жаңа which, who деген есімдіктеріміз толықтауышты сипаттап тұратын болса, ондай жағдайда оны сөйлемнің ішінен алып тастауға болады. Ал біздің non-defining relative clauses'тарда біз өйтіп алып тастай алмайды екенбіз. Оны мысалдарға арқылы қазір жақсылап түсінетін боламыз. Қараңыз, достар. He gave me the letter which was in a blue envelope дейді. Ол маған хат берді дейді, ол көк конверттің ішінде болды дейді.
Бұл жерде біз бірақ хат туралы айтып жатырмыз, сол хатты тек қана сипаттап тұрмыз, әшейін қосымша ақпарат беріп тұрмыз сол хат туралы. Сол себепті біз бұл жерде non-defining relative clause қолданамыз. Ал егер екінші сөйлемге назар аударыңыз, he gave me the letter which was in a blue envelope деп үтірсіз жазатын болсаңыз, онда не дейді? There were several letters of different colors and he gave me the blue one which may be replaced by that, the commas are removed. Бұл жерде дейді, қараңызшы, he gave me the letter which was in a blue envelope. Үтірсіз жазылатын болса, біз бірнеше хаттардың сол жерде болғандығы туралы ақпаратымыз бар, по умолчанию, яғни ойша солай түсінеміз. Және сол хаттардың арасынан маған көк конвертті алып берді дейді. Сол нақты қай конвертті алып бергендігін көрсетіп тұрса, онда біз ол жерде defining relative clauses-ты қолданамыз. Ал бірінші сөйлемде біз бірақ хат туралы әңгіме айтып жатырмыз. He gave me the letter, яғни ол маған хатты берді, нақты белгілі бір хатты берді, which was in a blue envelope, көк конверттің ішінде болған хатты берді. Ол жерде бірақ хат болған. Ал үтірсіз жазылатын болса, көп хаттың арасынан көкті таңдап берді деген сөз. Осы relative clauses-тардың defining, non-definingді дұрыстап ажыратудың маңызы осы жерде, достар. Үтірі бар жер басқа мағына береді, үтірі жоқ жер басқа мағына береді. He gave me the letter which I read immediately. Бұл жерде there were only one letter which is the object of read, but it still must be included in the sentence. Ол маған хат берді, ал мен болсам ол хатты бірден оқып тастадым дейді. Яғни біз бұл жерде белгілі бір хаттың берілгендігін, яғни көп хаттардың емес, бірақ хаттың берілгендігі туралы айтып жатырмыз, және сол хаттың міндетті түрде оқылғандығын айтып жатырмыз. Stratford-on-Avon, which many people have written about, is Shakespeare's birthplace. Бұл жерде де Stratford-on-Avon деген қала дейді, Шекспирдің көп адамдардың ол туралы жазған болатын, Шекспирдің туған жері дейді. Бұл жердегі негізгі айтқысы келіп отқан элемент мынау, достар. About деген сөз сөйлемнің соңынан жазылады. Енді тура сол about деген preposition ғой, бұл енді preposition деген предлог, Сол предлогымыз кей кезде сөйлемнің бас жағында да жазыла алады. Яғни мына жердегі relative pronounның алдына өтіп кететін жағдай болады екен. Ол мынау келесі сөйлемде. Stratford-on-Avon, about which many people have written, is Shakespeare's birthplace. Бұл көбінесе формалды, ресми түрдегі хаттарда жазбаша ағылшын кезінде қолданылатын сөз тіркесі болып табылады. Яғни preposition біздің pronounның алдына шығып кететін жағдай. Осыны қай кезде қолданамыз деген сұрағыңыз болатын болса, біз осы ережені қолданады екенбіз. Кеттік. Introductory expressions in non-defining clauses. Introductory деген бұл таныстыру мақсатында қолданылатын белгілі бір тіркестер бар. Ол тіркестер не дейді? Non-defining clauses can be introduced by expressions like all of or many of something айтылу керек та. Ол жерде міндетті түрде relative pronoun жалғасады. Мысалы, all of whom, all of which деп қолдана алады екенбіз. Немесе many of whom, many of which деп. Мысалы, қараңыз. There were a lot of people at the party, many of whom I had known for years. Ол жерде өте көп адамдар болды дейді, және вечеринкада. Олардың көбісін мен жылдар бойы білетінмін дейді. Many of whom I had known for years. There are 14 girls in my class, a few of whom are my friends. Менің сыныбымда 14 қыз бар дейді. Кейбіреулері менің достарым дейді. Кейбіреулері, көрдіңіз бе? A few of whom. He was carrying his belongings, many of which were broken. Ол өзіне тиесілі заттарын алып келе жатқан болатын, олардың көбісі сынып қалған екен дейді. He had thousands of books, most of which he had read. Оның мыңдаған кітаптары болған, олардың көбісін ол оқып қойған етін дейді. He picked up a handful of stones, one of which was sharp. Ол дейді бірсыпыра тастарды көтерді дейді, біреуі дейді олардың не етін дейді, өте өткір етін дейді.
Осындай one of which, most of which, many of which деген тіркестерді қолдана аласыз. Мына жердегі таблицаға назар аударсаңыз болады екен. Келесі бөлім which, using which to refer another clause. Which сөзін басқа бір тіркеске тиесілі қылып қолдануға болады. Басқа бір тіркестің ойын жеткізу үшін қолдануға болады екен. Мысалы, қараңыз, in the relative pronoun which at the beginning of a non-defining relative clause can refer to all the information contained in the previous part of the sentence rather than to just one word. Chris did really well in his exams, which is quite a surprise. Бұл жерде мына which деген сөз тек қана бір затқа ғана тиесілі емес, бір затты ғана меңзеп тұрмайды. Бұл бүкіл осыған дейінгі айтылған ойдың барлығын меңзеп тұр. Мысалы қараңызшы, Крис емтихандарын өте жақсы жазды. Бұл оқиға деген мағынаны білдіреді. Бұл оқиға біраз сюрприз болды дейді, яғни бәрімізге. My friends were all hiding in my apartment, which isn't what I'd expected. Менің достарымның барлығы менің пәтерімде тығылып жатты. Бұл тығылып жатқан процестердің барлығы деген сөз, яғни which isn't what I'd expected. Менің күткенімдей болған жоқ дейді. Яғни мен олай күтпедім дейді. Елдің бәрін менің пәтерімде тығылып жатқандығын. Яғни бүкіл сөйлемді меңзеп тұрады which сөзі. Сол жағдайда біз осындай қолданыстарды көре алады екенбіз. Бұл кезде де бұл сөйлемдер non-defining relative clause болып табылатын екен, достар. She's studying to become a doctor, which is difficult. Она учится, чтобы стать доктором, что является очень трудным дейді. Яғни оның бүкіл оқып жатқан, докторға оқып жатқан процесінің барлығын бір-ақ сөзбенен меңзеп тұрмыз. Қандай сөз? Бұл which деген сөз. Осылайша, достар, біз non-defining relative clauses тақырыбын үйренген болдық. Бұл тақырыпқа біз көптеген жаттығулар жасауымыз керек. Өзіміз сөйлемдерді құрастыруды үйренуіміз керек. Сол арқылы жақсы практика жасап, бұл clauses'тар мен сөйлемдерді құрастыруда қиналмайтын жағдайға келсек, Құдай қаласа, біліміміз өте терең болатындығына сенімім мол. Назарларыңызға рахмет. Сау, саламатты болыңыздар.